Сәлеметсіздер ма? Бүгін педагогика 5-ші нұсқаны талдайтын боламыз. Бірінші сұрақ: ойдың маңызды оқу материалына тоқталуы, оларды ойда сақтау керек жерде қолдана білу. Жауабы: ой тұрақтылығы. 2. Мұғалім мен оқушылардың белгіленген мақсатқа жетуге бағытталған, реттелген, бірлескен іс-әрекеті, оқушылардың танымдық іс-әрекетін арнайы ұйымдастыру. Жауабы: оқыту. Тәрбиеге жетекші еңбегінің авторы. Жауабы: Жүсіпбек Аймауытов. 4. Көрнекілік принципінің ғылыми заңдылығы. Жауабы: сезім мүшелері сыртқа тітіркендіргіштерді түрліше қабылдауы. 5. Оқыту мазмұндағы, тәсіліндегі жүйені бұзбау принципі. Жауабы: бірізділік және жүйелілік принципі. 6. Оқушылардың оқу материалын тек жаттап қана қоймай, олардың мән мағынасын терең түсінуін қамтамасыз ету шартын талап ететін принцип. Жауабы: саналылық пен белсенділік. 7. Материалдық заттар жасауға, оларды сақтауға, көбейтуге бағытталған іс-әрекет. Жауабы: еңбек іс-әрекеті. 8. Оқулықтағы материал баланың рухани өміріне, ақыл-ойына, шығармашылығына әсер етеді. Жауабы: дамыту, тәрбие беру қызметі. 9. Еліміздегі білім саясатын жүзеге асыруда қамтамасыз ететін стратегиялық маңызды құжат. Жауабы: оқу бағдарламасы. 10. Сөздік әдістер тобына жататын әдістердің бірі. Жауабы: түсіндіру. 11. Оқушылардың таным белсенділігі деңгейіне қарай топтастырылған әдістер. Жауабы: түсіндірмелі, иллюстративтік, репродуктивтік, мәселелік және эвристикалық. 12. Дидактикалық мақсатқа жету үшін қолданылатын әдістерді топтастырған педагогтар. Жауабы: Данилов, Есипов. 13. Сократ әдісі деп атайтын әдіс. Жауабы: әңгімелесу. 14. Сабақтағы тілдік тәжірибенің бір түрі. Жауабы: ауызша сұрау. 15. Жеке жұмысты ұйымдастырудың нәтижелі түрі. Жауабы: панорамалық. 16. Оқушылардың баяндама тақырыптарын өздері таңдап, шағын зерттеу жұмыстарын жүргізіп, нәтижелері бойынша сөз сөйлеуге әзірленеді. Жауабы: конференциялар. 17. Сабақтың дидактикалық талабы. Жауабы: оқыту принциптерін қолдану. 18. Оқушының сабаққа үлгермеуінің себебі. Жауабы: білімнің жүйесіздігі, жауапкершіліктің төмендігі. 19. Оқу тәрбие процесінің барысы және нәтижелері туралы ақпарат алу тәсілдері. Жауабы: диагностика. 20. Тексерудің және бақылаудың жүйелілігі, тұрақтылығы, міндеттілігі, оқушылардың білім, іскерлік және дағдыларды мемлекеттік оқу бағдарламаға сай болуы, бағаның әділ қойылуы. Жауабы: білімді тексеруге қойылатын талаптар. Педагогика 6-шы нұсқа. Бірінші сұрақ: Блум таксономиясының пән бойынша білімдерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану. Жауабы: қолдану қадамына сәйкес. 2. Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамытуды, алған білімдерін кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту. Жауабы: сындарлы. 3. Әртүрлі жастағы табысты сыныптарда мұғалімнің оқу үдерісін бағыттап, толықтырып, қолдап отыру рөлі. Жауабы: үйлестіруші. 4. Сынақтан өткізу сұрағы. Жауабы: осы айтқандарыңызға дәлел келтіре аласыз ба? 5-тегі де сол сұрақ екен. Сынақтан өткізу сұрағы. Жауабы: осы айтқандарыңызға дәлел келтіре аласыз ба? 6. Оқу нәтижелерін оқушының жеке тұлғалық аспектісі ретінде қарастыратын тұжырымдама. Жауабы: алынған білімнің өмірмен байланысын ұғыну. 7. Сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау және толығырақ жауап беруге итермелейтін сұрақ тәсілі. Жауабы: түрткі болу. 8. Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін сұрақ. Жауабы: түрткі болу. 9. Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттілігін көрсетіңіз. Жауабы: оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады. 10-шы сұрақ: басқаларды бақылай отырып, жаңа мінез құлық
қалай қалыптасатынын білуге болады деген тұжырымға негізделген оқыту тәсілі? Жауабы әлеуметтік жағдаяттық тәсіл. 11. Тәрбие мазмұнының ұйымдастырылу бағыттарын анықтайтын басшылыққа алынған идеялардың жиынтығы? Жауабы тәрбие үдерісі. 12. Жеке тұлғаны қалыптастыру үдерісі? Жауабы тәрбие. 13. Қоғамға әлеуметтік сапасы жоғары балалар ұжымымен қатар жеке тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік жасайды? Жауабы педагогикалық ұжым. 14. Оқушылар пәндер арқылы ғылымның негіздерін үйренеді? Жауабы оқытудың ғылымилық принципі. 15. Оқу үдерісіндегі оқушылардың білім алуымен қатар олардың дүниеге көзқарасы, адамгершілігі қалыптасып, ақыл-ойы дамиды? Жауабы оқытудың тәрбиелілігі принципі негізінде. 16. Білім беру мазмұнын негіздеу ұстанымдары? Жауабы ізгілендіру, гуманитарландыру, этнопедагогикаландыру. 17. Оқу пәндері мазмұнындағы үдерістік блок? Жауабы қосымша білім кешені, әрекет тәсілдері, үдерісті ұйымдастыру түрлері. 18. Оқушылардың білім алудағы мақсатқа, күткен нәтижелерге жету жолдары? Жауабы оқыту әдістері. 19. Оқытудың көрнекілік әдістері? Жауабы демонстрация, иллюстрация, бейне. 20. Білім алушыларды алға қарай жылжытуға, жақсы нәтижеге жетуге ынталандырады? Жауабы мұғалімнің тұрақты түрде кері байланыс жасауы. Педагогика 7-ші вариант. Бірінші сұрақ. Оқушының алған білімдерін кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету мақсатында негізделген оқыту теориясы? Жауабы сындарлы. 2. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын басқаға бағыттау сұрақ қою? Мысалы, жауабы көмектесе алатындар бар ма? 3. Балалар өздерінің сенім біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы? Жауабы оқушыға бағдарланған. 4. Балалардың қабілеті жетіп тұрса да, кеңес берілмеген жағдайда тәсілдерді пайдаланбауы? Жауабы өнімділік тапшылығы. Бұл Флейблдің теориясы бойынша. 5-ші сұрақ. Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелейтін қарапайым сұрақ? Жауабы түрткі болу. 6. Жинақтау, бағалау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ? Жауабы жоғары дәрежелі. Бұл жердегі сұрақ Блум таксономиясына қатысты болған. Яғни Блум таксономиясының өз 6 категориясы болса, соның төменгі дәрежелері, төменгі ойлау қабілеттеріне білу, түсіну, қолдану жатады, ал жоғарғы ойлау қабілеттеріне бағалау, жинақтау, синтездеу. 7. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою түрі? Жауабы сынақтан өткізу. 8. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою түрі? Жауабы сынақтан өткізу. Енді кейбір нұсқаларда осылай бір сұрақ екі реттен қайталанып келіп қалады. 9. Тыңдаушы өзіне қарағанда сөз сөйлеушіге көбірек құлақ салып, барлық сезімдер әрекетте болатын тыңдалым түрі? Жауабы терең. 10. Бұрынғы материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатында қойылатын қарапайым сұрақ? Жауабы түрткі болу. 11. Бала тәрбиелеу басталады? Жауабы дүниеге келген сәтінен бастап. 12. Тұлғаны ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарға, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуге, тәрбиелеуге бағытталады? Жауабы ұлттық тәрбие. 13. Жоғарғы деңгейде жетілген топ жаңа сападағы? Жауабы әлеуметтік топқа айналады. 14. Қоғам талабынан туындап, ұдайы өсіп отырады? Жауабы оқытудың мақсаты. 15. Мұғалім мен оқушылардың мақсатқа бағытталған өзара іс-әрекеті? Жауабы оқыту үдерісі. 16. Білім мазмұнын жаңарту аясында білім берудің басым мақсаттарының бірі? Жауабы
мектеп білім алушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту. 17. Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары негізінде әзірленіп, оқу бағдарламалары арқылы айқындалады. Жауабы білім беру мазмұны. 18. Оқыту процесінің алдын ала жоспарланған, оқытудың диагностикалық қойылған мақсатына практикада жүйелік және бірізділікпен жету құралдары. Жауабы оқыту технологиясы. 19. Оқытудың интербелсенді әдістері. Жауабы пікірсайыс, тренинг, диалог, дебат, пікірталас. 20. Білім алушылардың дағдыларының даму дәрежесін бағалауға мүмкіндік береді. Жауабы 90-дық бағалау. Әріптестер, сабақ пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, және комментарий жаза кетіңіздер. Бүгінгі сабақта педагогика бойынша 5-ші, 6-ші және 7-ші нұсқалар шықты. Келесі сабақта 8 және 9-ші нұсқалары Құдай қаласа шығатын болады.